Балален. Бүгін мектепте ерекше күн болды. Таңертең күн жылы еді. Аспан ашық, жарық болған. Айбек мектепке келіп, сыныпқа жаймен кірді. Бәрі әдеттегідей сияқты еді. Бірақ бүгін ерекше күн болатын. Мұғалім күлімсіреп: "Балалар, бүгін қандай күн екенін білесіңдер ме? Бүгін отан қорғаушылар күні", деді. Балалар бірден қуаныштан шулап кетті. "Қорғаушылар, батырлар, олар күшті, олар ешкімнен қорықпайды", деп бірінен соң бірі сөйледі. Ал Айбек болса үнсіз отырды. Ол басқаларға қарап, әлдеңеге көңілі түскендей болды. "Мен ондай қорғаушы емес сияқтымын. Менің күшім аз. Мен әлі кішкентаймын", деп іштей ойланды. Сабақ жалғасып, балалар сурет салды, сабақ жазды, мұғалімді тыңдады. Бірақ Айбектің ойы басқа жерде еді. Үзіліс басталған кезде балалар дәлізге шығып күліп ойнады. Ал Айбек болса, жай ғана өз-өзімен жүріп бара жатырды. Сол кезде ол бір нәрсені байқап қалды. Дәліздің бір бұрышында бір кішкентай бала тұр екен. Бірақ үндемей тып-тыныш тұр екен. Ал оның жанында тағы бір бала тұр. Ол сол кішкентай баланың затын тартып алып, оның үстінен күліп тұр екен. "Бұл енді менікі", деді ол. Кішкентай бала ештеңе демеді. Ол тек төмен қарап шыдап тұрды. Айбек бұны көріп тоқтап қалды. "Қалай көмектессем екен? Барып тоқтатайын ба? Не деп айтамын?" деп ойланды. Айбектің жүрегі дүрсілдеп тез соға бастады. Қолдары сәл дірілдегенін көріп: "Мен қорқамын", деді. "Бірақ", деп ол тағы бір рет қарады. Әлгі кішкентай бала әлі тұр еді, жалғыз. Айбек терең дем алып, бір қадам алға басты. Тағы бір қадам. Ол оларға жақындап: "Тоқта, олай жасауға болмайды. Ол да сен сияқты бала ғой", деді Айбек. Әлгі бұзық бала тоқтап, не істеп жатқанын көріп ойланып қалды. Ол Айбекке қарап, оны түсінгендей ештеңе демеді. Сосын қолындағы затты иесіне қайтарып берді. Жай ғана бұрылып, ұялғандай кете берді. Айбек жаңа ғана болған оқиғадағы батылдығына сенбей, таң қалып тұрып қалды. Жүрегі әлі қатты соғып тұрғанын сезіп, сабаға түсті. Кішкентай бала оған қарап, жаймен "Рахмет", деді. Айбек сәл ғана күлімсіреп қойды. "Ештеңе етпес, болып тұрады", деді. Сол кезде басқа балалар да келді. "Жарайсың Айбек, сен нағыз қорғаушы екенсің ғой. Сен батырсың", деді бәрі. Айбек не дерін білмеді. "Мен бе?" "Иә, сен қорғаушысың", деді балалар оған. Айбек ойланып қалып, өзінің кішкентай қолдарына қарады. Сосын: "Мен жай көмектестім ғой. Менің орнымда кез келген бала солай істер еді", деді. Сол күні Айбек бір маңызды нәрсені түсінген еді. Қорғаушы болу үшін күшім көп болуы міндетті емес. Өте үлкен болуың да қажет емес. Ең бастысы батыл жүрек. Балалан, бізбен бірге ойна, күліп үйрен арманда, бақытты бол әрқашан.